Сәлеметсіңдер ме балалар? Қазақ тілі сабағына қош келдіңдер. Барлықтарың жиналып қалған екенсіңдер. Жаңа тақырыпты ашпас бұрын ең бірінші өткен білімімізге ой жүгіртіп өтейік. Ал балалар, менің сұрағыма жауап беріңдерші. Сөз мағынасына қарай қалай бөлінеді? Дұрыс айтасыңдар. Сөз мағынасына қарай сөз таптарына бөлінеді. Ал сөз таптарын кім маған атап береді? Дұрыс айтасыңдар. Сөз таптарына етістік, зат есім, сын есім, сан есім жатады екен. Біз алдыңғы білімімізде зат есімді өткен болатынбыз. Бүгінгі біздің тақырыбымыз етістік. Бүгін етістік туралы жақсылап тұрып білетін боламыз. Яғни етістік дегеніміз заттың іс-қимылын білдіретін сөз табы. Етістіктің сұрақтары: не істейді, не істеді, не қылды, қайтты. Яғни бұл сұрақтардың барлығы іс-қимылды білдіріп тұратын сөздерге қойылады. Мысалға, назар аударатын болсаңыздар, алдыда тұрған сөздерге, яғни сөйлемдерге назар аударып көрейікші. Бірінші сөйлем: бүгін Самат далада ойнайды. Яғни бұл жердегі іс-әрекетті білдіріп тұрған сөз ойнайды. Яғни егерде етістік болмаса, ой аяқталмайды. Ой деп отырғанымыз ол бір сөйлем. Яғни етістіксіз кәнекей бұл сөйлемді оқып көрейікші. Бүгін Самат далада. Сөйлеміміз не істемей қалды? Дұрыс айтасыңдар, аяқталмай қалды. Яғни сөйлемді аяқтау үшін бізге етістік керек. Яғни ойнайды сөзіне, етістігіне біз не істейді деген сұрақты қоя аламыз. Ойнаған кезде біз не істейміз? Қимылдаймыз. Яғни бұл іс-әрекетті білдіретін сөз ойнайды. Келесі сөйлем: оқушылар мектепке қарай жүгірді. Не істеді? Жүгірді. Яғни бірінші сөйлемдегі және екінші сөйлемдегі етістіктерді салыстырып көрейікші. Бірінші сөйлемде бізде ойнайды дейді. Әзірге ойналған жоқ, яғни әлі болған жоқ. Енді ойнайды. Яғни бұл келер шақта тұрған етістік. Ал жүгірді, қазір жүгірді. Бұл осы шақта тұрған етістік. Келесі үшінші сөйлем: достары Архаттың әзіліне күлді. Достары Архаттың әзіліне қайтты, күлді. Яғни бұл жердегі іс-әрекетті білдіріп тұрған сөз күлді. Ендеше күлді сөзі ол етістік. Ол кешке қарай сабағын оқыды. Не қылды? Оқыды. Яғни төртінші сөйлемдегі етістігіміз оқыды. Яғни біз тек қана етістіктерге не істеді, не істейді деген сұрақтарды қоймаймыз. Не қылды, қайтты деген сұрақтарды да келістіріп қойып отырамыз. Келесі енді біз сіздермен қазір бірнеше тапсырмалар орындайтын боламыз. Сендер маған көмектесесіңдер. Яғни бірінші тапсырмада балалар мәтіндегі етістіктерді табуымыз керек біз. Ол етістіктер бізде төменгі жақта көрсетілген керекті сөздер деп тұр. Егер етістіктердің орнын ауыстырып тастайтын болсақ, біздің мәтініміздің жүйесі болмай қалады. Яғни мәтін сөйлемдерден құралады, өздерің білетіндей. Яғни бұл жерде әрбір сөйлем аяқталусыз қалған. Бұл сөйлемдерді бірінші тиістетіп етістіктерін өздерін қойып көріңдер, одан кейін менімен бірге тексеретін боласыңдар. Ал балалар, тапсырманы орындап бітсек, тақтаға қарап тексеріп көрейік. Тоғайда түрлі аңдар болады. Терең шатқалға қояндар жасырынады. Не істейді? Жасырынады. Тоғайда түрлі аңдар не істейді? Болады. Қызыл түлкілер тоғайда жүреді. Не істейді? Жүреді. Тиіндер ағаштан ағашқа не істейді? Секіреді. Тек қана не істейді емес, қайтеді, не қылады деген сұрақтарды да қоюға болады. Кәнекей тексеріп көрсек, егер барлығы дұрыс болса, өз-өзімізге шапалақ ұрып қояйық. Кәнекей жарайсыңдар. Ендеше болсақ, келесі тапсырмаға көз жүгіртейік.
Ал балалар, бұл екінші тапсырмада тақтаға назар аударайықшы. Сендер сурет көріп тұрсыңдар, яғни суретте жұмыс істеп жатқан балалар мен жұмыс істеп отырған әжейді көріп тұрсыңдар. Яғни бұл 4 бала, бұл әжейдің немерелері. Яғни барлығында не істеп жатыр қарасаңдар? Барлығы жұмыс жасап жатыр. Барлығы іс-әрекет үстінде. Яғни бұл суреттердің әрқайсысына біз қазір сөйлем құрау керекпіз. Яғни ол сөйлемімізде біздің осы балалардың іс-әрекетін білдіретін етістік болу керек. Бірінші суретке назар аударатын болсақ, бірінші суретте біз ұл баланы көріп тұрмыз. Ұл балаға ат қойып көрейікші. Арман деп қояйық. Арман ағаш жарды. Сөйлем аяқталды. Бұл жердегі біздің етістігіміз қайсысы? Кім айтады? Дұрыс айтасыңдар. Жарды. Жарған кезде бала не істейді? Қимылдайды. Қимыл іс-әрекетті білдіріп тұрған сөз жарды. Арман не істеді? Арман ағаш жарды. Дұрыс айтасыңдар. Келесі сурет. Қыз бала не істеп жатыр? Гүл суарып жатыр, иә? Енді бұл қыз балаға есім беріп көрейік. Айнұр дейік, иә? Айнұр гүлдерді суарды. Сөйлеміміз аяқталды. Бұл сөйлемдегі етістігіміз қайсысы? Қимыл іс-әрекетті білдіріп тұрған сөз қайсысы? Айнұр не істеді? Суарды. Дұрыс айтасыңдар. Келесі үшінші суретке назар аударайық. Қыз балаға тағы да есім қоямыз. Ақниет. Ақниет не істеді? Секірді. Секіргіштен секірді. Не істеді? Секірді. Бұл сөйлемдегі біздің етістігіміз секірді. Жақсы. Келесі әжейді көрейік. Кәнекей. Әжеге есім берейік пе? Әженің есімін атамайық, әжей дей берсек те болады, иә? Әжей қолында тұрған немене? Ұршық. Ұршықты не істейді балалар? Дұрыс айтасыңдар. Ұршықты иіреді. Әжей ұршық иірді. Әжей не істеді? Иірді. Келесі сурет. Ербол домбыра шертті. Не істеді? Шертті. Домбыра шертті демейміз, шертті дейміз. Себебі бізде домбыра деген сөз ол зат есім. Ал бізге тек етістіктерді анықтау керек. Жарайсыңдар. Сабаққа өте жақсы қатысып отырсыңдар. Сол үшін өзімізге қол шапалақтап қояйықшы кәнекей. Үшінші тапсырма, 2 бағанаға етістіктерді бөліп жазуымыз керекпіз. Яғни, бірінші бағанаға не істеді деген сұраққа жауап беретін етістіктер тұратын болса, екінші бағанаға не істеді деген сұраққа жауап беретін етістіктер тұрады. Яғни, сұрақтарға назар аударып қарайтын болсақ, не істейді? Яғни, алдағы уақытта не істейді? Соны сұрап тұр. Екінші бағанаға қарайтын болсақ, не істейді? Дәл қазір не істегенін сұрап тұр. Мысалы, ұшады. Ұшадыға қай сұрақты қоя аламыз? Не істейді ма, әлде не істеді ма? Дұрыс айтасыңдар. Не істейді? Себебі ол әлі ұшқан жоқ, енді ұшады. Дәл осылай қалған етістіктерді орын-орнына қойып толтырамыз. Сіздерге 1 минут беріледі. Ол үшін видеоны тоқтатып қойыңыздар. Тексереміз. Не істейді? Ұшады. Не істейді? Жазады. Не істейді? Сауады. Не істейді? Байқайды. Не істейді? Тарқатады. Келді, оқыды, көрді, жинады, сүртті деген сөздер ендеше екінші бағанаға, яғни не істеді деген сұрақтарға жауап береді екен. Қайталайық, етістік дегеніміз заттың іс-қимыл әрекетін білдіретін сөз табы. Етістіктің сұрақтары не істейді, не істеді, не қылды, қайтты. Мысалы, шапты, жылады, ренжіді, күлді. Бұл сөздер етістіктер болып табылады. Балалар,
сендерге мен жарайсың деп айтып келеді. Осымен қазақ тілі сабағы аяқталды. Келесіде кездескенше сау болыңдар.